Егер негізі құралды ірілендіру немесе құрастыру арқылы активті қайта ұйымдастыру қажет болса, жүйеде активті қайта ұйымдастыру, ірілендіру, құрастыру құжаты қолданылады. Ол ұзақ мерзімді активтер есепке алу бөлімінде құжаттар қойындысында орналасқан. Деректер ауқымында бұрын құрылған құжаттарды қарау үшін ОК батырмасын басып, кейін тізім қойындысына өту қажет. Жаңа құжатты ресімдеу үшін жаңа жазба қосу командасы таңдалады. Құрастыру процесін кітапхана қоры мысалында қарастырайық. Үйім балансында әрқайсысының жеке объектісі мен инвентарлық номерлері бар негізгі құрал объектілері, кітаптар тіркелген. Оларды кітапхана қоры атты біртұтас есеп объектісіне біріктіру қажет болғандықтан барлық оқулықтардың бастапқы құнын ал болған жағдайда жинақталған тозуында қосу арқылы бір инвентарлы карточкасын қалыптастыру қажет. Құжатты толтыру кезінде операция тұру өрісінде келесі нұсқалар қолжетімді. 01-231 жинақтау активті құру және 10-005 активті түрлендіру кезінде карточканы ашу. Осы мысалда 01-231 операциясы таңдалады. Одан кейін құжаттың жасалған күні көрсетіледі. Құрылатын активтің инвентарлық номерін жүйеге құжатқа қол қойғаннан кейін автомат түрде беріледі. Немесе қажет болған жағдайда оны қолмен де енгізуге болады. Кейін активтің атауы, мысалы кітаптар, кітапхана қоры, сондай-ақ қажет болған жағдайда моделі толтырылады. Осыдан кейін құжаттың кестелік бөлігіне біріктірілетін объектілер тізімі қойындысына өту қажет. Активтер тізімінен жұмыс істеу үшін келесі командалар қарастырылған. Жолды қосу бір объектіні таңдау үшін. Жолды жою, жазбаны өшіру үшін. Сондай-ақ тізіммен жолдарды қосу. Бірнеше негізгі құралды бір уақытта таңдау үшін. Мысалда тізіммен жолдарды қосу командасы пайдаланылады. Осыдан кейін материалдық жауапты тұлғаны таңдау терезесі ашылады. Онда қажетті қызметкер көрсетіліп, келесі батырмасы басылады. Кейін бөлімше мен шығындардың туындау орны таңдалып, одан соң негізгі құралдардың тізімі ашылады. Бұдан әрі қарастыруға жататын объектілердің инвентарлық номерлері белгіленіп, дайын батырмасы басылады. Осы әрекеттер орындалғаннан кейін құжаттың кестелік бөлігі автомат түрде қалыптасады. Толтыру кезінде инвентарлық номерлері бойынша және тізім бойынша жалпы сомалардың сәйкес келуін тексеру маңызды. Кейін еншілес инвентарлық номерлері бойынша ақпарат қойындысына өту қажет. Мұнда жаңа активтің деректемелері көрсетіледі. Топ, кіші топ, Қазақстан Республикасы азаматтық кодексінің негізгі қорлардың жүктеушінің коды, пайдалану сипаты, амортизация есепке алу әдісі, қызмет ету мерзімі, жүктеушінің коды, шығындардың шоты, амортизация есептеудің басталу күні, орналасқан жері, салықтық есепке алу мәліметтері, жалдау және бухгалтерлік есеп деректері. Қажет болған жағдайда мәндерді қолмен енгізуге немесе анықтамалық арқылы таңдауға болады. Одан кейін комиссия құрамы қойындысы ашылады. Мұнда комиссия мүшелері мен бекіту күні тексеріледі немесе енгізіледі. Кейін карточкаға белгі қою күні және құжатты ресімдеген қызметкер туралы мәліметтер толтырылады. Кейін карточкаға белгі қою күні және құжатты ресімдеген қызметкер туралы мәліметтер толтырылады. Осыдан соң құжат сақталып, оған қол қойылады. Қажет болған жағдайда жазбаны Excel немесе PDF форматтарында жүктеп, басып шығаруға болады. Қайта ұйымдастыру аяқтағаннан кейін жаңадан құрылған, құрастырылған активтің инвентарлық карточкасын ашып көруге болады. Осылайша жүйеде негізгі құралды ірілендіру және құрастыру процесі орындалады.